Ішкі бала, ересек ата-ана. Бұл нені білдіреді? Біз өмірдің кейбір кезеңдерінде өзімізде байқамастан бала күйге немесе ересек адамның күйіне, кейде ата-ана рөліне кіріп жатамыз. Бұны ғылым тілінде тұлғаның эго қалыптары деп атайды. Бұл теорияны жалпы негіздеген Эрик Берн деген автор, оның өзінің әйгілі кітаптары бар. Люди, в которые играют в игры деген және игры, в которые играют люди. Ол кітаптарында Эрик Берннің айтуы бойынша адамдар өздері де байқамастан әртүрлі өмірлік сценарийлерде ойнап шығып жататындығын баяндайды. Эрик Берн сондай-ақ әр адамның өзінің 3 бөліктен тұратынын айтады. Ол бала бөлігі, ата-ана бөлігі және ересек бөлігі. Бұл бөліктер адамның бойында әрдайым бар болады. Бұл адамның бойындағы бұл 3 бөлік қайдан келеді? Бала, ата-ана, ересек. Бұл Берннің теориясына сәйкес әр адамда болатын эго қалыптар деп аталады. Психологиядағы бұл бағыт транзактілік анализ деп аталады. Эрик Берн психоанализ теориясының ізбасарларының бірі. Ол Эриксонның шәкірті. Алайда оның дәстүрлі теориясы әйгілі психоанализ теориясынан едәуір ерекшеленеді. Мәселен, психоанализді адамды басқаратын бұл туа біткен инстинкттер болатын болса, ал Берннің адамның өз өмірін өзі басқарып, саналы түрде сау және экологиялық тұрғыда басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алатынын тұжырымдаған. Эго қалыптар туралы идея Бернде оның дәрігер-психиатр болып жұмыс істеп жүрген кезінен бастап пайда болған. Ол пациенттерінің өзі туралы айтқан әңгімелерін тыңдай отырып, оларды талдай отырып, салыстыра отырып, адамның әр түрлі күй қалыптарда болатын, яғни бір мезетте бала, кейбір кезеңдерде ата-ана рөлінде және кейде ересек адам бола алатынын тұжырымдаған. Өзінің зерттеулерін өткізу үшін және оларға материал жинақтау үшін Эрик Берн Еуропаның, Азия мен Африканың, Атлант және Тынық мұхит аралдарының 30-ға тарта елдерінде әр түрлі пациенттермен жұмыс істеген. Нәтижесінде оның теориясы мәдени және ұлттық ерекшеліктерді де ескерген теория болып шықты. Сонымен эго қалыптар дегеніміз не және олар қандай болады? Өмірдің әрбірлі сәттерінде өзіңізді әр түрлі ұстай алатыныңызды және кейде әр түрлі бойыңызда сезімдердің болатынын байқаған боларсыз. Кейде өзіңізді тым сенімді, жайбарақат сезінсеңіз, жағдайға және өз тәжірибеңізге қарай шешім қабылдай аласыз. Өз әрекеттеріңізге жауапкершілік аласыз. Мәселен, жұмыста өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысқанда өзіңізді кәсіпқой маман ретінде сезінесіз. Бұл ересек адамның қалпы. Ал кейбір уақыттарда әлсіз, нәзік боласыз, сынға төзімсіз, сәтсіздіктерге шағымданушы, өз әрекеттеріңізді ақталу, қиындықтардан қашу деген сияқты сәттер болады. Бұл ішкі бала қалпы. Ал енді кейбір кезде біреулерге қамқорлық таныту, өз қамқорлығыңды сынайту және артық қамқорлықтарын содан көрінеді. Бұл ата-ана қалпы. Эго қалып бұл адамның ішкі позициясы. Оның басқа адамдарға қатысты мінез құлқынан көрінеді. Берннің теориясына сәйкес адам әр минут сайын осы рөлдердің біреуіне кіре алады. Және бала, ересек және ата-ана рөлін ойнайды. Ал енді осы рөлдердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, талдауды келесі видеоға қалдырамын. Бізбен бірге болыңыз, лайк басып каналға тіркеліңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.